Сөйтіп 300 километр шықтық, бір 150 километр жүргеніміз жоқ, машинаның дөңгелегі жарып қалды. Мен айттым, қойық, уайымдамай-ақ қой. Ерлан, машинаның дөңгелек бар, запаска бар. Дөңгелек шығарсақ акасына темір машинаны көтеретін домкратты алмаппыз. Екеуміз айдалада ұрысып жатырмыз. Машина жоқ, бұлай жүріп жатқан. 2000 жылдар ол кезде онда частный машина жоқ көбінде. Құста ұшып жатқан жоқ. Күн 45 градус ыстық. Ерлан маған сөйлеп жатыр, мен оған сөйлеп жатырмын. Сен емес пе енді машина айдап жатқан? Өзің қарамайсың, мен машина техниканың тілін білмеймін. Микрофоннан басқа. Өзің қарап алмайсың ба деп. Мен Ерлан болды енді, ұрысып тұрғаннан пайда жоқ. Сен машинада отыр. Мына жерде бір ауыл тұр екен, әлі күнге дейін білемін, Серік деген ауыл. Бір 30 шақты үйі бар. Мен сол ауылдан барып домкрат алып келейін. Енді 5 жылдай КВН ойнап жүрмін ғой, түрімді білетін шығар деп. Сөйтсем ол ауыл вообще КВН қарамайтын ауыл екен. Тем более орысша. Барсам адам жоқ қой, тал тұс үштің көз. Біздің Орал жақта жазда деген терезен газетпен жауып тастап ұйықтаймыз біз бар ғой. Тек күн батқанша. Адам жоқ, ит те жоқ. Даже иттің де үруге настроениясы жоқ. Сөйтіп қарасам, бір үй тұр екен, бір үйдің қасында бір 3-4 машина тұр. Ой, мына үйде домкрат точно бар ғой деп, техника бар екен деп кірдім ауласына. Біреу бар ма екен? Адам жоқ. Барып есік қақтым. Әлі есімде, есік ашылды. Бір жас келін, басында ақ орамалы бар. Есікті ашты да маған кәдімгі. Кіріңіз. Ау. Кіріңіз. Адам жоқ. Айдала. Бір келін. Бір фильм ужастағыдай секілді бар. Болады ғой бір Сағади. Мен айтам, жоқ, үйде бір ер азаматтардан біреу бар ма екен десем, кіріңіз. Жоқ, үйде біреу бар ма десем, кірсеңші. Кіріңіз. Мен ба? Иә, кіріңіз. Домкрат жайына қал. Бір жаны ойладым, үйде бір кісі жатқан шығар, соған кіргізіп жатыр ма деп. Ботинкам бауын шешіп, қайда кірейін деп қойым. Залға кіріңіз дейді. Залға кір. Кіріп келе жатым. Сөйтсем акасы ол үйде 3 күн бұрын бір кісі өмірден өткен екен. Көңіл айтуға келіп жатқан кісілер екен ғой, машиналар. Мен де солардың бірі деп ойлаған ғой. Мен қайдан білейін, домкрат іздеп жүрген адам. Әр жақта әртүрлі ғой. Бір жақта ауладан кіргенде дауыс шығарып жылап кіреді. Біздің жақта Оралда тыныш кіріп, адамды көрген кезде ғана дауысын шығарып жылайды. Сөйтсем мен күтіп отыр екен бәрі, бір кісі келіп дегесін. Мен қайдан білейін, ойда ештеңе жоқ. Кір дегенге кіріп жатырмын ғой. Залға кіріп қалсам, халық толып отыр ғой. Үлкені бар, кішісі бар, мені көрді. Ой, жаным ау, қайтайын дегенде, не істерін білмей қалдым ана жерде бар ғой. Не артқа кетерін білмеймін, не кірерімді білмеймін. Енді бәрі жылап атқанда айтпайсың ғой, жыламаңыздар, мен домкрат іздеп жүрмін деп. Анандай жерде енді қалай айтасың енді домкрат енді. Сосын дәстүрді білеміз, көріп жүрміз, бала болсақ та тізе бүгіп отыра қалдым бар ғой, отыра қалдым. Ұзақ жыладым деп. Өзім білмеймін, ер адам ба, әйел адам ба, үлкен кісі ма, бала ма, білмеймін енді. Жылап жатыр, Құдай, ай деп, мен де отырмын үндемей. Бәрі жылап жатқанда қасында бір ер азамат отырды, содан сұрамайсың ғой, брат, сендер домкрат жоқ па деп жаңағыдай. Бәрі жылап жатқанда енді. Бір 15 минуттай жылап болды. Бір кезде отырып жаңа басылды, бір үлкен кісі тұрды. Рахмет, айналайындар келгеніңе. Балам, қай жерден келе жатқан баласың деп. Астанадан дегем, Астанадан да келіпті ғой деп тағы жылап жіберді ғой бір кезде. Ойбайымда Ақбатерден келсін дей салым керек еді деп отырмын енді бар ғой. Ұзақтау жылап болды да, рахмет келгендеріңе. Нанауыз тиіп кетіңдер, алыстан келген екенсіңдер деді. Рахмет дедім. Мен жерден домкрат сұрайтын уақыт емес екен енді. Басқа жақтан сұрайын деп, нанауыз тиіп, аяқ киім киіп далаға шығып баратсам, бір үлкен кісі, 50-ден асқан кісі, балам алыстан арнайы келген екенсің, зираттың басына барып, апаң басына Құран оқып қайтайық деді ғой. Мәс саған енді. Мен домкрат іздеп жүрмін деп қалай айтамын енді. Ерлан машинада. Мен көңіл айтып жүрмін. Сосын жақсы дедім. Мына тұрған жері шығар деп машинаға отырып алдым. Тағы да бір кісілер бар. Сөйтсем 25 километр жерде екен акасы. Бір ауылда тұрған екен, сол жаққа жерлендер деген ғой. 25 километр бардық. Сөйтіп барсам, үлкен кісі екен, 90-дан асып кеткен, 95-ке келген апам, күзде осы 95-ке келіп, той жасайын деп жатыр едіміз деп. Барып бетін сипап, топырағымды салып, енді машинаға жетіп алайын деп, қайтадан отырдым, алдына отырып алдым. За рулем қатқан, рөлдегі жаңағы. Өзін күйеу баласы екен, өзі де сол кезде 40-тан асқан енді жаңағы. Бүйтіп келе жатыр, маған қайта қаратты, маған дейді, сен осыдан телевизордегі Тұрсынбек емессің ба дейді. Иә десем, сен неғылшысың дейді. Сен неғылшысың, бана келгеннен бастап ойлаймын, сен бә, сен емес па деп. Сен неғылшысың. Апаның баласының ешқайсысы сенімен құрдас емес қой. Әлде сен құда баласың ба дейді. Мен ешкім беспін дедім. Енді неғылшысың дейді. Мен домкрат істеп жүрмін мен вообще. Домкрат істеп жүрген адаммын вообще мен негізі.
Домкрат бар мен деді. Бар ма дедім. Кеттік деп бастық ауылға қарай. 25 километр ауылға бар, қасында 300 метр машинам тұрады. Машинама барсам, менімен жүрген Ерлан жоқ. Мынау қайда кетіп қалды деп. Ана мен кетіп қалғанға уайымдап артымнан шыққан ғой байғұс қайтсын енді жаңағы. Енді телефон бар, сет дұрыстамайды. Машинаның үстіне шығып, өйтіп Ерланға звондадым. Алды әйтеуір бар ғой. Алло дейді. Ерлан қайдасың? Мен машинаның қасында тұрмын ғой десем. Қас біз Құран оқып жатырмық дейді. Қандай Құран десем, қас түсіндірем дейді. Сөйтсем акасы мен кірген үйге кіріп кетті болды бар ғой. Ана машина тұрғанға қайтсын енді жаңағы. Сосын Ерланға айттым, мен дөңгелек ауыстыра берейін, сен асықпа әлі зиратқа барасыңдар әлі. Сөйтіп атқанша не керек? Әйтеуір машинаның дөңгелегін ауыстырып алдық. Ауыстырып болғанша Ерлан келді. Сөйтіп машинаға отырып ар жағында 100 километр ауылға жеттік. Сонда әлі есімде. Үйдің қасына келгенде әкем марқұм алдымнан жүгіріп шықты. Мені құшақтап жатыр. Әр ата-ана алыстан баласы келсін, қызы келсін, ұлы келсін. Балаша жүгіріп шығады ғой, қуанып қуанып жатырмыз. Ерландана Оралдағы бір таксист деп тұр, ойлап тұр. Тамақ ішіп кет балам, тамақ ішіп кет дейді. Папам Астанадан бірге жатқан досым деп. Досың ба дейді. Иә. Мына машинамен келдіңдер ме дейді. Иә деп. Мына машина қойды, папам мына машинаны сізге әкеліп тұрмын деп. Қалай? Иә, мына сізге сатып алдым деп. Ана ауылдағы ата-ананың түсінігі басқа ғой. Ұрлап алған жоқсыңдар ма деп. Жоқ ұрлаған жоқпын, сізге сатып әкеліп тұрмын деп. Сонда бірінші рет әкем марқұмның бір қуаныштан көзіне жас алғанын көрген, оған жететін бақыт жоқ екен. Залда адамның ата-аналар көп екен. Ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің тек жетістігіне, қуанышына ғана көздеріңізге жас алыңыздар. Соған жететін бақыт жоқ қой. Аман болайық, бақытты болайық. Рахмет. Кешімі жалғастырайық. Бір әнге кезек берейін. Мен терімді түсіртіп алайын. Қазір сөйтіп жүретін болдым. Терімді түсіртіп, шашым тарап, үйтпесе қазір әлеуметтік желі Тұрсынбек азып кеткен, үйтіп кеткен, бүйтіп кеткен, айбыржып кеткен. Баяғыда ондай емес еді, қазір вообще бүйтіп кеткен, шашы түсіп қалған, беті бүйтіп қалған, сөйтіп қалған, аяғы исәк қалған деп неше түрлі комментарий. Дұрыстап жүрейінші осы.